Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Біз бүгін дейтін Көкшетау қаласындамыз. Ауа райы қазір далада -8 градусты көрсетіп тұр. Иә, -8 градус көрсетіп тұр. Салқындау шамалы, бірақ та жылдағы уақытпен салыстырғанда айтарлықтай жылы тұр. Қазір сағат 8-дің уақыты 8 болып қалды. Сөйлей алмай жатырмын ғой. Күннің уақыт белдеуінің ауысына байланысты 8-де енді ғана таң атып жатыр. Көкшетаудың қазір жағалауына бара жатырмын. Қазір бір-екі видео түсіретін боламын. Мүмкін арнаға салатын шығармын, көрсететін болармын. Қалай екен, жағалау қалай екен деген сияқтыны. Сол әзірше суық, қолым қатып қалды телефон ұстаған үшін. Бүгін сенбі күн, 22 қараша. Далада көлік қозғалысы өте аз. Жалпы Көкшетауда көлік аз ғой. Иә, сол жағалауда кетіп жатырмын. Міне мынау жағалау, мынау Қопа көлі. Қазір ар жақтан әдемі болып жатыр, мынау скейт-парк дейді. Мынау арайлап атқан күніміз. Мынау иттер жүр. Менің достарым. Өте жақсы иттер. Бұл иттерді ешқашан ренжітпеңіздер. Шамаларыңыздың келгенінше бұларға тамақ-мамақ бір нәрсе болса бере салып жүріңіздер. Ешкімге зияны жоқ иттер. Ешкімге зияны жоқ иттер. Так, жағалауға барамыз. Міне, Көкшетау қаласын камерам жеткізе аладым ғой менің. Камерам жеткізе алмайтын сияқты. Қолым қатып қалды. Берге. Солай. Қопаның жағалауы былайынан жасаған екен. Қазір бой төмен түсіп жатыр. Иттерше келмейді. Қолымда ештеңе болмағаннан ше. Сондықтан барады салу керек сияқты. Міне күніміз Көкшетау. Примерно мен жай түсіп отырмын ше. Бұл әуесқой түсірілім. Бұл жерде ешқандай да профессионализм жоқ күтілмейме болды. Қопаның жағалауына шеті қатып отыр екен мұздары. Мынау жерде адамдар қыдырып жүрген сияқты. Мынау немене, қазір барып көреміз. Не деуші еді? Пирс дейді ма бұндай да? Сондай зат қой. Бұлайна түске отқан апсымлай. Қартың дауысты деген. Естіле ма? Мынау тоқтап қалған екен. Су шамалы кішкене артқа қайтқан ау. Мынау жазда мынау бір деңгейде тұру керек, кішкене көтеріліп ше. Секіруге болмайды дейді. Ана бір трубалар ма, бір нәрсе тасыған. Мынау Сарыарқа ауданы. Былай қарай Көкшетаудың қаласы кете береді. Қазір мұнамен жағалаумен шамалы кішкене жүріп қайтамын ба деп ойлап отырмын. Қазір көреміз. Мына жерде Көкшетау деген жазу бар, қазір жүріп кетеміз. Бәрекелді. Одан өтпесем качество бұзып кететін сияқты. Шамалы осылай енді. Жалпы мынаның құрылысының сапасы туралы айтсақ, өте сапасы жасалған ғой мынаны ше. Білмеймін, мына жерге қанша ақша бөлінгенін. Анандай негатив түсіргім келіп тұрған жоқ ше, бірақ та көзіме көрініп тұр ғой мынаның қарашына. Опораларын қарасайшына. Мүлдем. Білмеймін. Кәп-кәп жасап түсірген ғой. Мынаның қарасайшы. Бірақ та бір қуантарлығы мына жақта қоқыс жоқ екен. Қоқыстар бар ма деп ойлаған едім. Жазда мына жерде адамдар көп жүру керек. Қоқыс жоқ екен. Соған риза болдым. Қоқыс мүлдем тастамаңыздар, сіздерден сұрайтыным. Қазір былай қарай көтерілеміз. Міне сапасы осындай енді. Шын айтсақ, сапасын дұрыстап жасауға болады ғой енді. Неге дұрыс жасамайсыңыздар? Былайынан кетеміз. Судың көргені ана жерге дейін көтерілу керек негізінде. Міне құстар ұшып баратыр. Не айтарыңды білмей сондай болса не. Так, жағалаумен келе жатырмын. Мына жерлерге былайынан бір көшеттер қойған екен. Бұлар өскенде өте әдемі болатын сияқты. Негізінде адам жүретін жер анау жер сияқты. Мына жерлер сияқты адам жүретін. Неге екенін білмеймін, мына жолға түсіп алдым. Сонымен жүре береміз. Мына жерге мынандай бір конструкция тұр бұл.
не конструкция екен, неге ұқсайды екен, күннен энергия алатын панельдерге, бірақ білмеймін. Так, не айтты адамда білмей келе адам, күшті бір зат айтқым келіп отыр, күшті бір информация айтқым келіп отыр, бірақ та өкінішке орай айта алмай отырмын. Мысалы қызық бір нәрсе көрсем айтамын. Анау не жайлы айтқым келеді, сапасы жайлы жалпы. Бірақ та ұзақ әңгіме болып кетеді ше. Оған ол жаққа кіргім келіп тұрған жоқ ше. Жалпы не туралы, қалай салынған деген сияқты. Оған кіргім келіп тұрған жоқ. Сондай. Ассалаумалейкум. Мынандай бақшалар екен, сондайлар екен деп, мынандай деп отырсың да. Сондай влог не істейсіңдер енді. Так, жағалай мынандай бір кішігірім сквер жасап жатыр екен. Негізі өте әдемі болады сияқты жазды. Айтсаң, іздесең сын табылады ғой. Мен түсінбегенім, мына біреу конструкцияны шынымен де не екенін түсінбедім. Уақытша тұрған зат па, жоқ әлде бұл жерге бір нәрсе істей ма? Негізінде қаланың көркі көл болғандықтан негізінде адамдар көлге қарайды ғой. Көлге қарағысы келеді, көлге қарап тыныштық іздейді деген сияқты. Әлде бұны жабайын деп жатыр, егер жабайын деп жатса білмеймін енді мен. Бұл нағыз ақымақтық сияқты. Мына жерлерде де осындай әңгіме. Мына орындықтардың барлығы не үшін қалаға қарап тұр деген сияқты. Түсінбеймін енді. Бұл орындықтар негізінде неге қарап тұру керек қой? Мына көлге қарап тұру керек қой? Мына жақта арман, ағаш деген сияқты. А бұлар почему-то қалаға қарап тұр ше. Мына кранға қарап отыра ма адамдар? Білмеймін неге ондай істеген. И что-то бір түрлі леу жасап жүрген екен. Мына жерім былай, мына жақ былай, біреу былай. Білмеймін енді. Неге екенін бір қателіктері әрине бар. Түтін шығып отқан. Істейміз енді. Так. Бірақ таза екен. Қоқыстар көп кездестірмедім мен қоқысты. Өзінше таза қала. Мына жер күшті велосипед. Блин, мен тілім өші. Велосипедистері жүр. Әдемі кадр ше, күшті ше. Әдемі осындай. Таң деген, қала деген осындай болып қой міне. Ұнайды осындай қала ше. Жас балаларға. Өте әдемі. Қаланың көркі жалпы адамдар ғой. Адамдармен қызығырақ қала ше. Адамдар болмаса, ол қаланың ешқандай сәні жоқ. Сондықтан қолайлы жағдай жасалынса адамдарға, онда адамдар да көбірек сыртта жүретін болады. Сәлеметсіз. Қалдарыңыз қалай? Адам ондасасын адам. Міне тағы да бала жүр. Қала осындай болу керек, адамдар болу керек қалада. Адамдар көбірек жаяу жүру керек. Сол кезде өте керемет болады. Мына жаққа өте алмай жатырмын мен. Мына жақта да бір пирс сияқты ма бір нәрсе жасап қойған екен. Онан есік ашық тұр екен. Мен бұны жауып тұрмын деп ойлап едім. Былай қарай өте аламыз ба? Қазір көреміз. Былайынан барсам. Өте ыңғайсыз ше мына жерде түсімде. Ешқандай логика жоқ ше. Қазір көрсем былайынан аударайыншы камера. Мына жерлерде жолды жалпы ауысудың ешқандай логикасы жоқ. Мысалы мен мына жерді басып өтуге мәжбүрмін. Бұл адамның өзі несі ғой андай. Ешқандай қате емес. Міне мына орындықтарға жаңағы мен сөзім біреу былай ұнамай тұр ше. Мынау сияқты міне көлге қарап тұру керек мындай ше. Жалпы. Мына жер міне әдемі екен. Мынау не үшін істеген мен? Сұрақ көп. Андай асығыс түсіргеннен кейін, әрі негатив айтқым келмегеннен кейін, оған барлығына көз жұмып жатырмын. Тек қана былайынан примерно дейді ғой, солай түсірем. Өте былай задумкасы өте жақсы. Міне, әдемі. Мен мұнаны түсінем. Былай қарата. Негізі жазда әдемі болатын сияқты деп ақтау ойыншы Көкшетауымды. Жазда әдемі болатын сияқты. Міне. Мен максимально негативный заттарды айтқым келмесе де, бірақ та мені мынау заттар
Санжар Боқаев қылып жатыр ше. Өте сапасы жасалған ғой. Өте. Мынасы адам мынандай жерге жаңағы нелер түсейді ма? Қараш, мына жерге просто мынаны бүйтіп қоя салған ғой мынаны ше. Ей алла, мына жерде обал ғой мына ше. Өте обал зат қой мына қараш мынасы. Просто так қоя салған ғой. Түсетін мынау очевидный заттар ғой мына қараш. Обалай. Мынаны жақында ғана салған ғой, қателеспесем ше. Білмеймін, жақында ғана салған, қанша ақшаға салғанын да білмеймін. Өте ұят қой. Өте ұят. Түсірмесем айтпаса болмайды ше. Өте идея жақсы ше. Өте жақсы идея. Бірақ орындалу жағынан ешқандай контроль көріп тұрған жоқ, өкінішке орай. Мынау да өте жақсы идея. Бірақ мынау ағаштары уже сапасыз екені уже айдан анық ше. Анандай бір қатты бір керемет ағаштар емес. Бірақ өте әдемі ше. Өте әдемі. Ой, өте әдемі ше. Міне, бұлайын отырады жағалай. Неге қарамайды екен, неге қарамайды екен? Мен мындай заттар. Былай қарай жүреміз, шыға аламыз ба? Түсініксіз, қай жерден кіресің, қай жерден шығасың, ол жағы да шамалы түсініксіз екен. Міне, сапа жағынан сапа өте төмен. Өте төмен. Әйтпесе ой, идея. Жоба өте әдемі жоба. Міне мыналарды не үшін жауып тастаған мен түсінбедім. Неме кімді неден қорғап отырсыздар? Бір нәрсе болайын деп отыр ма? Бір нәрсе қорғап отырсыздар ма? Түсінбедім. Ашып қоймайсыздар ма? Жазда мына жер жазда келіп көру керек салсақ ше. Жазда бұл жерде болмаған шынымды айтсам. Бұл жерге бірінші рет көрдім, сондықтан қалай екені мен білмей тұрмын. Өте сапасы жасаған. Келесі бір жылдан қыс бойы тұрады болса шытынайды әтет бүйтеді, сонымен көктемде бұл жер келесі жазда бұл жер уже ремонт болып жатады. Примерно адамдар жазда демалатын кезде бұл жер уже ремонт болып жатады өкінішке орай. Сондай енді істейміз. Мемлекетіміз сондай болып кетті ғой қазір. Кімге өкпелейміз. Не істесем екен дегеннен өте сапасы жасаған, өте сапасы ағаштар мынау ше. Андай бір қоңыр бір не ағаштар болды. Ағаштың атын да білмеймін ше, бірақ та түсініп тұрмын что өте сапасы ағаштар екен. Өте сапасы ағаштар екен. Так, мындай екен. Сондай. Артқа қарай қайтайық енді. Жалпы алдында Астана қаласының архитектуралық қателіктер туралы видео түсіргім келген. Алдағы уақытта да түсіргім келеді. Мен бір урбанист, бір архитектор емес, бірақ та бір түсінігім бар ше, қала туралы, не туралы деген сияқты. Енді мына жерде қарайықшы тағы да. Мынау адам жүретін жер, мынау получается отыратын орындық. Енді амфитеатр сияқты жасалынған, өте әдемі. Бірақ та адам былайынан отырады да кетейін дейді. Мына жерде былайынан шығып кетейін десе, мына жерге барады да адам тіреледі. Сонымен адам не істейді? Адам барады да мынамен бүйтіп мынаны басып көтеріледі. Получается, мынаны басып төбеге шығады. Потом мынау сынады, бүйтеді, сөйтеді, әйтеді, уже бұл жерде адамдардың тағы да айтайын, кінәсі жоқ, өйткені адамның миы солай не істелген, ойлауы солай қалыптасқан ше. Ешқандай кінә жоқ. Міне мынау сияқты міне бір шеттен орталық біреу, анау шеттен біреу, мынау шеттен біреу жасау керек еді. Адамдар оны басып бәрібір өтеді. Сондықтан міне мынандай міне качествосы болмаса да осындай бір нәрсе жасап қоя салмаңыздар ма? Енді мен мына жаққа опять же былай түсу керекпін негізінде. Мына жерде шөп өсіп жату керек па? Сол кезде былайынан болады да, түсінбедім енді. Сапасын тағы да ұнап тұрған жоқ маған, сапасы ұнап тұрған жоқ. Амфитеатр жақсы. Бірақ сапасы өкінішке орай. Осымен бәлкім видеоны да осы жерден аяқтай салатын болармын. Барлықтарыңызға рахмет. Қарасаңыздар, көрсеңіздер, не дейін енді, жазып кеттіңіздер деймін ба бір нәрсе. Сондай блогер ма, кіммін өзі вообще? Просто так салат жарымыз арнаға жазылып, ойларыңызды жасап отырсыздар. Арасында осындай бір мүмкіндік болғанда, уақыт болғанда бір нәрселер түсіріп саламын. Көкшетау ең әдемі қала әлемдегі. Бұл талқыланбайды. Жақсы рахмет, сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.